Саламатсыздар ма? Отырыңыздар. Бүгін геометриялық сендермен қандай болу үйімен келіп отырық? Сабақтайымызға өте жақсы керемет иә. Енді қандай тақырып өтедік? Қасиеттері және белгілері. Тақтаға әр топтан, үш топ отырып бар. Әр топтан бір баладан шығамыз. Тақтаға келе ғой. Саған тек таңдауға уже қалмады, біреу оған қойып аламын. Алып барып отыра қойды. Топтардың аттары шықты деп. Қандай топ болды? Тең қабырғалы үшбұрыш, теңгеріш үшбұрыш, теңгеріш үшбұрыш. Топтарымыз мынай аты шықты. Енді әр топтан үш баладан шығарғыш. Үшбұрыш, тең қабырғалы үшбұрыш. Топтарының аты екен. Тең қабырғалы ма үшбұрыш? Шықты ма? Бұлардың қабырғалары не болу керек? Тең болу керек. Тең бе екен не? Жоқ. Кішкене не істейміз? Қарап шеш. Тең болу үшін. Алихан? Тең болды ма? Тең қабырғалы үшбұрыш. Рахмет, отыра қойыңдар. Қандай үшбұрыш болу керек бұларда? Кез келген. Кез келген. Мынау кез келген ба не? Кез келген болғанда қабырғалар қандай бар? Әртүрлі болу керек. Болды, иә? Дұрыс шықты ма енді? Отырамын. Қай бұрыштар бүйірі тең деп тұрсын? Қай жерлері қабырғасы тең тұрсын? Дұрыс. Өте дұрыс. Түсінікті ғой? Әрқайсысы өзінің топ аттарымен дәлелдеп шықты. Енді қазір мақсаты тең берушінің белгілері мен қасиеттерін қолдану, тең қабырғалы үшбұрыштың қасиеттерін есеп шығаруда қолдану. Ары қарай сабақтың мақсаты осы тең беруші үшбұрыштың анықтамасын, қасиеттері мен белгілерін сендер біліп, сабақта қолданудың есеп шығаруда. Міне келесі әдіс таза тақтар әдісі. Бірінші сұраққа жауап береміз де сүртіп отырамыз, иә? Сол кезде тақтамыз таза болып шығу керек қой. Бірінші үшбұрыштың периметрі дейміз да? Ал біріншіге кім жауап бере алайық? Алдияр жауап береді. Периметр дегеніміз не? Үшбұрыштың дұрыс па екен жауап? Жауап дұрыс па? Периметр дегеніміз не? Жаңғайлы? Қосындысы дұрыс. Нені қосынды? Неден қосынды? Алихан дұрыс. Өзінің тобын айта ғой. Дұрыс. Қабырғаларының қосындысы ғой. Үшбұрыштың барлық қабырғасының қосындысын периметр дейміз. Әлім сүрттің ғой таққан. Келесі. Ағысы үшбұрышы қалай аталады? Периметрін таққан. Тақтаға жазамыз. Тақта ашты, суретін салауы, ағысы үшбұрышы, периметрін жазамыз. Денетін алып орғалауы. Ағысы белгілейміз ғой, иә? Сосын соны саған белгілеп периметрін жазып көрсете ғой. Ағысы үшбұрышы. Бізге әріптермен белгілесін периметрін сол бойынша жазып көрсетіп тұр ғой. Қалай жазамыз сол кезде? Орындаймыз. Жұптасып алып, орындаймыз. Сен екеуін қасып бастай қоймыз. Қадейін. Шақтағы шығара қоймыз. Нұған, жаңғаден шығара қоймыз. Үшбұрыш қабырғалардың ұзындықтары кетті, периметрін тауып. Жұптасып кезетіп айта қояды. Нұған, жаңғаден десіңдер ме? Алдияр, тұрау. Бірінші сетті алдияқта кім екеуі, ұстан екеуі шығарамыз дейді. Қабырғалардың ұзындықтары беріп тұр, периметр не екен? Қалай таппын? Ислам, қалай таппын? Отырамын. Бүкіл барлық қабырғалардың саны қоса қойды. Тең беру үшбұрыштың периметрі 20 сантиметрге тең, беру қабырғасы 7 сантиметрге тең болса, үшбұрыштың табаны. Себебі екі қабырғасы бір-біріне тең, екеуін қосқан кезде қалған алған. Дұрыс.
алдық. Және де осы екі қабырғаның арқасында біз теңдеуді түрлендірдік. Мен осы теңдеуді мына теңдеуге қойып, периметрдің 18 мәнімен АО қабырғасының 5 екенін таптым. Және де АО қабырғасына қарама-қарсы қабырға 5. Және екі қабырғаның астында табанында жатқан қабырға ол 8. Себебі біздің периметріміз 18. Өте керемет. Бізге тең бүйірлі үшбұрыш берілді. Оның периметрі 20 см. Бірақ оның бүйір қабырғасы табаннан 2 есе үлкен. Біз бүйірін 2x деп алдық және табанын x деп алдық. Біз оны теңдеуге орналастырдық және табанның мәні 4 болып шықты. Сосын бүйір қабырғасы 2 есе ұзын болғанша 4-ті 2 көбейтіп тең бүйірлі қабырғасының мәнін шығардық. Сабағымыз аяқталып қалды. Енді мына диаграммасын береміз. Сол диаграммасы бойынша біздер 2 үшбұрыш беріп тұр. 2 үшбұрышқа диаграммасын қолданайық. Қандай үшбұрыштар? Тең бүйірлі плюс-минус қызықты деген өздерінің алған әсерлерімен бөлісеміз. Маған бүгінгі сабақ қызықты болды, себебі бүгінгі сабақта біз үшбұрыштарды қандай екенін, тең бүйірлі үшбұрыш не екенін түсіндік. Бүгінгі сабақ маған өте қатты ұнады. Бүгінгі сабақ қызықты өтті. Және үшбұрыштардың бүйірлерін, барлық тең үшбұрыштардың барлығын үйреніп түсіндім. Мен бұл тақырыпты түсіндім. Бұл тақырыпта тең бүйірлі үшбұрышты қалай салу екенін және қабырғаларын қалай қою керек екенін түсіндім.